Құдіретті жазу. Ұстаз. Бәрекелді. Құзға қылауға шақ қалдым. Жарайсың. Тибет, 1943 жыл. Мына дұға жалау менің дәуірімнің аяқталып, сенікінің басталып жатқанын білдіреді. Сені алғаш рет көргенімде үміт арта тұрмайтын бұзақы жас жүгірмектің бірі болар деп ойладым. Шынайы ақиқат ғибадатханасы. Алайда сақтаушының орнына тек өзің лайық екеніңді дәлелдей білдің. Сен ең қиын деген 3 болжамды болжатпай растадың. Тырналар тізбегі қайта айналып келгенше жау әскерін талқандадың. Сосын махаббатың үшін Жалмауыздың сарайында шайқастың. Және сен ешқашан көріспеген бауырларыңды құтқару үшін өзіңде ешқашан болмаған отбасыңды құрбандыққа шалдың. Енді соңғысына қалды. Өз есіміңді ұмытуың керек. Оны әлде қашан ұмытқанмын, ұстазым. Құдіретті жазу. Кімде-кім бұл жазуды дауыстап оқитын болса, әлемнің әміршісіне айналады. Бұл әлемді жұмаққа немесе тозаққа айналдыру оның өз қолында болады. Адамзат баласы мұндай құдіретті күшке дайын емес. Келешекте де дайын болуы екіталай. Сондықтан бұл жазуды ешкімге оқытпау біздің борышымыз, тіпті өзімізге де. Осы міндетті қабылдап, өзіме дейінгі адамның орнын басқаныма бақандай 60 жыл өтті. Соларға дейінде талайлар өмір сүрген. Бұл жазуды күзеткеніме 60 жыл болды. Енді міне кезек саған келді. Бар күшімді саған бердім. Алдағы 60 жыл бойы жазу саған аманат болсын. 1904 жылдан бері
армандаған ісімді жүзеге асыратын уақыт жетті. Сол жылы тау етегінде қызды кезіктірген едім. Ол қандай арман, ұстазым? Демалатын кез келді. Жазуға ие бол. Ұстаз! Ұстаз! Бір жерге жасырынып тыныш отыр. Жүгір. Бауырларым, дәл қазір менің қолымдағы шексіз құдіретке куә болдыңыздар. Сіздердің қасиетті ғибадатханаларыңызды сақтап қалу, немесе жойып жіберу менің қолымда. Жазу маған аманат, ұстазым. Бәріміз үшін дұрыс шешім қабылдап, сендер де бізге жол бересіңдер деп үміттенем. Әлде жоқ па? Солай ма? Fertig machen zum Feuer! Feuer! He's crawling. Қане, соңынан еріңдер. Кім бар мұнда? Жек көретін маймыл ет. Жазуды бер. Сен мықты жігітсің, бірақ оқтан қашып құтыла алмайсың. Монах! 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 Алпыс жыл өткен соң. Нағыз қарбалас сәт.
Ай, кешіріңіз, өзім алып берейін. Оқасы жоқ. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Кімді өптемекші болдың сен, сүмелек? Кешіріңіз, офицер. Жақсы кісен екен. Ұстап тұтқындаңдар. Ақ нәсілді қара куртқа киген жігіт. Бишоп саябағына қарай бара жатыр. Қабылданды. Белгісіз азиялық 3 адамды өрттен құтқарды. Көріп тұрсың ба оны? Иә, енді көрдім. Орындарыңа барып, менің бұйрығымды күтіңдер. Күдіктіні сырттай бақылап келем. Сағат 9 боп қалды. Ұстаңдар оны, алға. Артынан қуыңдар. Жолын кесіңдер, жылдам, тез. Тоқта! Бишоп саябағы, офицер күдіктінің ізіне түсті. Бұлай тұрыңдар, оңбағындар. Жол беріңдер. Бұлай тұр! Анашым! Көмектесіңдер оған. Джесси! Тезірек! Кім бар құтқарыңдар, Джесси! Кептеліп қалыпты, бірақ аяқ аман. Анашым! Бәр жақсы болады. Тарт! Ойбай-ау тартып шығарыңдаршы. Бәр жақсы болады, құлыным. Ағайларыңның айтқанын істе, бәрі жақсы болады. Тартуға дайын бол. Құтқарыңдар оны! Джесси! 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 Апа! Иттің баласы, сенің кесіріңнен бар олжамнан айырылдым. Керісінше сен біреудің өмірін құтқарып қалдың. Иә, бірақ сол ерлігіме ешкім ақша төлемейді. Бізді ол жерден қалай алып шықтың? Жаттығудың арқасы. Сен кімсің өзі? Онда шаруаң болмасын. Одан да мен кіммін деп өзіңнен сұра. Сенің жан дүниең мейірімге толы. Сондықтан өміріңді қатерге тігіп қызды құтқардың. Бірақ сенің рухың таз емес. Соның кесірінен рухани азықты ұмытып, ақшаны ғана ойлайсың. Егер сен сондай әулие болсаң, неге артыңнан қарақшылар қуып жүр? Оның саған қатысы жоқ. Менің ойымша, ФТБ, ОББ немесе БББ. Айттым ғой, онда сенің жұмысың болмасын. Не деп тұр өзі? Мені кешір. Әрбір адамға бауырымның өмірі қымбат. Әсіресе ол бауырың тура жолға түсіп ақиқат іздеген жан болса. Сенен кешірім сұрасам бола ма? Мен кек сақтамайым. Көмегің үшін рахмет. Арзымайды, бауырым. Сен өзгенің мүлкіне көз тіктің, оңбаған. Қане, бас аяғыңды. Бұл кім? Фантастик. Мұна қалтаман ұрының есімі Кар. Бишоп саябағындағы метрода мен ұрлауды әдетке айналдырыпты. Мен фантастикпін. Метро менікі. Мен істің адамымын. Ұрларға деген менің көзқарасымды білгің келсе, айтайын. Оларға кешірім жоқ. Ал егер ұрылар менің келісімімді алып істесе, әңгіме басқа.
Ал сен сұраған жоқсың. Ақмақтардың қалтасын жұқарту үшін сенен рұқсат сұрауың керек пе? Дәл солай. Түсімнің 50% біздікі. Соның арқасында фантастиктің ерігіндегі жерде жұмыс істеп, ақша табуға мүмкіндік аласың. Берекелі табағынан сарқыт ішіп, фантастик мырзаның қолдауына ие боласың. Сосын оның бандасының қол астында боласың. Яғни біздің. Иә. Қызық келісім екен. Бірақ фантастик мырзаның сарқытын өзіне беріңдер. Біраз әлденіп алсын. Айтқышын-ай. Күлкілі. Сенің кәсіпқой қалтаман ұр екеніңді естімегенімде баяғыда көзіңді құртар едім. Мүмкін ол өтірік шығар. Егер олай болса, сенің құның көк тиын. Сен мен үшін тозаңсың. Мұнда маған қажет емес адам өмір сүрмейді. Мен туралы естігенің шындық. Бірақ сенің ұсынысыңды ойлануым үшін маған біраз уақыт керек. Ал әзірше мұнан ала тұр. Жындан ба? Достығымыздың бастауы болсын. Мені кім деп тұрсың, Кар? Ақымақ саяхатшымын ба? Ақшаның орнына маған бамбуктен жасалған қайдағы бір қоқысты беріп, құтырайын деген екенсің. Нақырыс. Дандайсып кеткен екенсің, жігітім. Орнына қоя саламыз бұндайларды. Осы күніңе де зар боларсың. Мұнау мен дәретхананың қағазын орауға болады екен. Бірақ менде ондай мәселе жоқ. Түкке тұрғысыз нәрсеге бола уақытым Көп сөйлей берме, өлтіре салсаңшы. Бірақ мойындау керек. Жүрегіңнің түгі бар жігіт екенсің. Иә, мықты жігітсің. Жүрегіңнің түгін шапырып тастаймын. Есмей қалдым, не дедің? Көкеңді танытады. Сен қазір әтек боп қаласың дейді. Әкесін танытоның, Дизель. Ол менікі. Алға, балақай. Біттің дей бер. Батшатың шығарады. Көк шыбын үймелі түш көзіне, аяма. Бұл тек бастамасы. Қане, тез тұр, көтер басыңды сілімдік. Қане. Неге сонша бақыраясың? Көркін қандай әдем еді. Әсіресе істің емінген кезде. Саудасын бітір оның, бітір. Өлтір дейм. Мә саған керек болса. Таяғын тартып алда өлтіре сал. Е, бітшітін шығар шейттің. Ол тырналар тізбегі бір айналып шыққанша, жау әскерін талқандап үлгерді. Мүмкін емес. Оның үстіне ол ұры ғой. Қане, шаруасын бітір! Бос, қане, тұр. Өлтір оны, бос. Өлтір оны, бос. Қане, Фанк, өлтір шоны. Ал қорқайын дедің бе? Қане, жігітім, қолымнан не келетін көрсет. Жақсы төбелеседі екен. Еп, немекен? Қап. Шаруасын бітір мұнаның, өлтір. Өлтір оны! Сазайын беретін уақыт жетті. Өлтір оны! Алға! Жетер енді. Мына нақұрыспен әуре болғаның мені жалықтырып жіберді. Сосын, мына төбелеске қарап тұрып, мен желі кейін дедім.
Сенің вақытыңа орай менің сүйіктім желігіп оңаша қалуды сұрап тұр. Егер тағы да біздің аймаққа кіргеніңді көрсем, ұстап алып, денеңді кескілеп, турап, шек қарныңды ақтарып қуырып жіберемін. Ал енді жоғал. Жеңісің құтты болсын. Шыны керек, сені әлгі қыз құтқарып қалды. Қыз сені ұнатып қалғасын әлгілерді сабасына түсіріп, ертіп әкетті. Хе-хе, жарылқақ шәулем. Сырттан жай қарап тұрғанша келіп көмектеспедің бе? Сен мені тонадың. Иә, ол рас. Бірақ өте тамаша төбелесі екенсің. Мұны қайдан үйрендің? Алтын ғибадатханада. Алтын ғибадатханада ма? Сен әулие Джин Гонгтың жау жүрек монахтарынан тәлім алдың ба? Қуасың ба? Сен мен танысқаныма өте қуаныштымын, жігітім, бірақ мен қатты асығып тұрмын. Түсіндің бе? Және сенің түсініксіз затыңды ұрлағаным үшін кешірім сұрайым. Ісіңе сәттілік тілеймін. Мен назар аударған жігіттердің ішіндегі ең жұқсызы сен болдың. Асықпа дейсің бе? Саған құмартқаныма қаншама күн болды. Енді жеттім ау дегенде үнемі теріс айналасың. Сенің қайдан шыққаныңды, кім екеніңді, немен айналысатыныңды ешкім білмейді. Сәл шыдай тұр. Кешір, жаным. Сен тізімде барсың, бірақ басында тұрған жоқсың. Не? Оңбаған жезекші неме? Көзіме көрінуші болма. Сұлуым, Малқан қайда? Қап-қырсық. Алтын ғибадатхана, Вонг Чунның шәкірті. Сабыр сақтаңдар, достар. Антракт уақыты деп есептеңіздер. Салқын шырын ішіп, кептірілген кальмар мен тәтті попкорннан алып отырыңыздар. Таспаны ауыстыруды ұмыттың. Бәрін реттейміз. Егер бір өмірі ақшаны қайтаруды талап етсе, сенің жалақыңнан ұстаймын. Киноның жартысын көрді ғой. Ендігәрі телефонға жауап бермеймін. Менің атым Коджима. Сони демес. Судзуки мен Тошиба демес. Амал қанша, Қытай кинотеатрының иесі жапондық болады деген ешкімнің ойына кіріп шықпас. Мен бәрін естіп қойдым, ақыл қойым. Сенде екі таңдау бар, Кар. Не осы қалпыңмен ештеңе тындырмай өмір сүресің, не күлден шығып қанат қаққан самұрықтай самға ұшып кетесің. Қанатымды тауып алайын ендеше. Сабыр ет. Қазір болады. Сені төбелеске үйреткен алтын ғибадатханаң осы екен ғой. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сенің ебедейсіз қимылыңа қарабақ, байқауым керек еді. Бұл менің үйім, түсіндің бе? Қайдан келсең, сонда кет. Көрегенді жігіт үйіне келген құдай қонаққа жылы орын сынады. Сосын өзінде бар попкорнмен бөлісіп, әңгіме дүкен құрады. Солай ма?
Ендеше, мен сен ойлағандай қонақжай емес екем. Өйткені тұрған жерінде мес қылып сабап, сыртқа лақтырғым кеп тұр. Мені соққыға жыққысы келетін мықтыға көп сөйлеген жараспайды. Көп мылжыңдайсың. Солай де. Ендеше, өз обалың өзіңе. Өзіңше шапшаң қимылдаған түрің бе? Жақсы, ұқтым. Саған күшім жетпейтін сияқты. Естуімше таныстарың сені Кар деп атайды екен. Солай болып қалды. Швейцариялық есім. Қызық, сен швейцариялыққа ұқсамайсың. Атым отбасы дегенді білдіреді, түсіндің бе? Осы кезге дейін жалғыз өстім. Қазір міне есімім отбасы болды. Меніңше сен есіміңді теріс айтып жүрсің. Оны Га деп айтқан жөн. Бер қара, бұл менің есімім, ұқтың ба? Қалай айтсам да өз еркім. Мүмкін өз есіміңді айтарсың. Менде есім жоқ. Қалай сонда? Сен өзіңе есім таңдадың, ал мен бас тарттым. Несі келтірсің? Қой орнына. Ал, бұл Rolex. Тиісуш болма. Білем. Мынаны айт. Әлгі қыздың алқасын неге ұрлап кеттің? Мен ұрлаған жоқпын. Жай. Уақыт шалдым. Тыңда, ол қыз мені ұнатып қалды. Жүрегім сезеді. Мен оған жоғалған затын қайтарып берем. Сол кезде ол маған риза боп, мойныма өзі асыла кетеді. Оған күмәнім жоқ. Ақымақ қыз ғой. Бұл жерде жалғыз ақмақ бар, ол қарсы алдымда тұр. Мына түріңмен сені Тибет шөптерімен емдеуіме тура келетін сияқты. Ей. Сен менің төсегіме жатып алдың. Төсегің жайлы екен, рахмет. Өзің жынды екенсің. Асымды ішкенің аздай, төсегіме жатып алдың. Мейлі. Ең болмаса әлгілердің неге артыңнан қуғанын айтшы. Жақсы. Саған жұмбақтап айтайын. Шешімін өзің табуың керек. Келістік. Неге хот-догты 10 данадан салат, ал тоқашты пакетке 8 данадан салат деп ойлайсың? Не? Бұл не сандырақ? Сұраққа сұрақпен жауап бергенді қайдан көрдің? Әсіресе мынадай мағынасы сұрақпен. Қашан менің сұрағыма жауап бере алатындай даналық халге жетесің, сол кезде мен де айтып берем. Қайырлы түн. Жақсы достым. Бірақ... Адам құқықтары жөніндегі ұйымның жаңа төрайымы ретінде ашылу салтанатына қош келдіңіздер деп ыстық ықылас білдірем. Ғимараттағы абыр-сабыр үшін кешірім сұраймыз. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай, құрылыс әлі жүріп жатыр.
Дегенмен біз өздеріңіздей жомарт демеушілерімізді осында шақырып, өзіміздің жаңа көрмемізбен таныстырып өтуді жөн көрдік. Естеріңізде болса, өткен ғасырда Европада болған екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі дүрбелең жағдайды жақсарту үшін өздеріңіз секілді ізгі жандар әлемдегі барлық адамдардың құқығын қорғайтын ұйым құруды жөн көрді. Ащы болса да, шындықты айтпасам болмайды, біз жеңілдік. Бірақ сіздердің және сіздер сияқты ізгі жандардың арқасында күресті әрі қарай жалғастыруға біздің мүмкіндігіміз бар. Біз зорлық, зомбылық, өшпенділік пен жауыздықтың барлық түріне қарсы күресеміз. Кешіріңіз. Иә. Көрме кейбір адамдарға ой салуы мүмкін деп ойламайсыз ба? Көрме әрбір адамға ой салады деп үміттенем. Ал қылмысқа итермелесе ше? Өкінішке орай бұл әлемде есуас адамдар жетерлік, бірақ бақытымызға орай олар біздің көрмеге келмейді. Менде бір идея бар. Мүмкін жауыздықты дәріптейтін көрменің орнына жақынына мейірім төккен жандар туралы көрме ұйымдастырарсыз. Шындықты жасыру арқылы адамдарға көмектесе алмайсың. Айтшы ғане, санаңның түпкірі не? Үңіліп көрдің бе? Сен өзің кімнің орында болғың келер еді? Өлімге кесілгеннің бе? Әлде өлімге кескеннің бе? Мен кетуім керек. Танысқаныма қуаныштымын. Рахмет. Жағдай қалай? Ашылу рәсімі табысты өтті. Мен оны сұрап тұрғам жоқ. Әлгіні таптыңдар ма? Иә, бірақ өкінішке орай тағы айырылып қалдық. Жанымда қолынан түк келмейтіндер жүр екен ау. Жоқ, бұрын солай болған. Ал қазір сізге құрмет пен қошемет және махаббат ерген. Жазуды міндетті түрде табамыз. Аздап уақыт керек. Уақыт. Менде қалмаған тек сол уақыт қана. 60 жыл бойы осы жазуды іздеумен келем. Ол жазуда жастық шағымды қайтарып беретін құдірет бар. Сосын онда жер шарын арам нәсілдерден тазартатын күш те бар. Мен арамдарды баяғыдағы жойып жіберуім керек еді. Сондай құдіреттен айырылып қалдым деп тұрсың сен, Нина. Қазір менің адамдарым қаланың түкпір-түкпірінен іздеп жүр. Алыңыз келесі. Маған бір нан мен майонез. Қазір берем. Ей, абайласаңшы. Тоқтаңыз, мырзам. Мұнаны сіз түсіріп алған сияқтысыз. Көп рахмет. Арзымайды. Мұның не сенің? Жылан қимыл. Сенен құтылдым ба деп жүрсем, енді келіп менің қалтама қол жүгірттің. Қалта сенікі болса да, әмиян өзгенікі. Менің соңынан еріп, күн көрсін әпақама бөгет болудан басқа жұмысың жоқ па? Ұста. Рахмет, бауырым. Ей. Тағы не? Немене, хот-дог жеуге де болмай ма не? Есіңде болса, кеше сен маған даналықтың мәнін түсіндіру үшін хот-дог туралы жұмбақ жасырғансың. Адамзаттың қарапайым ақиқатын түсіндіру үшін саған түсінікті тілмен айттым. Мынауың жарамайды. Тән тазалығын сақтау үшін адам кеудесінде жаны барды өлтірмеу керек. Бірақ мен оларды өлтірмеймін. Мен тек жеймін. Айтпақшы, кеше түндегі жұмбағының шешуін таптым. Солай ма? Иә, тыңда. Хот-догтар пакетте 10 данадан, ал тоқаштар 8 данадан сатылады. Өйткені адамдарға хот-дог салатын тоқаштар жетпей қалу керек. Бар болған сол. Сенде қаншасы болса да, ешқашан осы жеткілікті деп айтпайсың. Жоқ. Бірақ соған жақын.
Қайтағы біреудің әбігерге салған әбден жаныма тиді. Бейтаныс кісіні танып білу адамды даналыққа жетелейді. Ал өзіңді тану санаңа сәуле түсіреді. Қытайлық пәлсапаңды естігін келмейді, ұқтың ба? Сана бақылауға алынды. Орындарыңнан қозғалмаңдар. Сен Америкадасың. Біз даналыққа ұмтылмаймыз. Бізде тек Биг Маги, стрип-клубтар мен дүкендер, Лас-Вегас және баскетбол бар. Түсіндің бе? Эй, Кар! Эй, Бикеш, бүгін бұзақы қыздың рөліне кірмепсіз. Алқамды бер. Түсінбедім. Мен кеше алқамды жоғалтып алдым. Меніңше сен алқаның қайда екенін білетін сияқтысың. Құлағым сенде, мұқият тыңдап тұрмын. Өтеуіне не бересің? Бұл анамның сыйлығы. Мен үшін қымбат зат. Жақсылығың ескерусіз қалмайды. Қасыңдағы досың кім? Мынау ма? Менің жеке оққағарым ғой. Үнемі қорғап жүреді. Шаолиннен келген жойқын монах. Секіріп тұрып екі рет тепсе, басың домалап кетеді. Шаолиннің монахтары шаштарын тықырлап алады. Сен Шаолин монах емессің. Тибеттіксің. Будда дінінде шығарсың. Бекешке өтірік айта алмайды екенсің. Рахмет. Мынаумен не үшін араласып жүрсің? Бұл жігіттің алар асуы биік деп ойлаймын. Рас па? Менің ойымша ол жай іші қиға толып боқшағап. Қи сапалы болса егінді тыңайтып, миллиондаған адамды асырауға болады. Не деп тұрсыңдар? Білесің бе? Кеше фантастикке біреудің қарсы шыққан алғаш рет көрдім. Қайтпас батыр екенсің. Бірақ ақылың кем. Қызық жағдай. Кешіріңдер, мен асығыспын. Қайда кеттің? Бұлай қарай жүгірейік. Әне ол. Кешір бауырым. Өз мәселең өзіңе. Маған қатысы жоқ. Жолың болсын. Қап. Не ғой, қайтып келдім. Сен жалғыз тастай алмайын. Жүгір. Кар, қаштық. Соңымнан ер. Мына жігіттерден оңайлықпен құтыла алмаймыз. 60 жыл бойы қашып келем осылардан. Тоқта! Есікке қарай, жылдам. Қайда жоғалып кетті? Дик, қайда олар? Мен білмеймін. Артесік, бәрің артеске барыңдар, тез.
абыройлы екенсің ғой. Тенсен бауыр. Бауыр. Үйіміздің төрін ұсынып, осы қазір ғана демделген көк шай ұсынсам қарсы болмассың. Төрлет. Маған шай бермейсіңдер ме? Пепси іш. Көп жүгіруге тура келді. Не істеп жатсыңдар? Сәлем, жігітім. Бізде осылай амандасады. Түсіндің бе, жігітім? Қолың мықты екен. Бауырым, жаныңдағы жас жігіт кім? Ол ұры. Қолқысуың жақсы. Бірақ күшің аздау сияқты. Сен оны осында алып келдің бе? Суы мөлдір өзендерде балық болмайды. Иә, оны білем. Менің көкем 60 жыл бұрын шынайы ақиқат ғибадатханасында не болғанын маған баяндап берді. Сен жазуды қабылдап оны құтқарған кезде жас бала екен, бірақ өмір бақи есінен шығарған жоқ. Жазудың құдіретінде. 60 жыл бойы біз дайындалдық. Жазуды қайта аманаттайтын уақыт келді. Өз ғибадатханамыздан соған лайық деген бірнеше шәкірт дайындап қойдық. Бізде өте күшті үміткер бар. Жаман емес. Бұл әлі жай қысқаным. Күштімін деп ойлап едің, ұтылып қалдың. Солай ма? Солай. Мәселе жалғыз дайындық емес. Бойда қасиет болу керек. Өзің ойлаш, бауырым. Қарапайым мұрда қайдан қасиет болсын? Қасиет болса, мойындауға мәжбүрсің. Егер болса, Әрине. Бірінші сен жібер. тапқан екенсің. Іш пісіп кетті. Кейін көрерміз. Иә, көрсерміз. Сен маған олардан қашуға көмектестің. Мүмкін саған да көмегім тиер. Төбелесуді үйретейін. Мейлі. Міне. Арнайы жақпамай. О, керемет. Ауырғаны басылды. Қалай тез. Керемет жақпа екен. Бұл не? Өзім жасаймын. Кіші дәретімнен. Не деген сасық. Кешіріңіз. Иә? Мен каресімді жігітті іздеп жүрмін. Осында істейді деп естідім. Сіздей сүйкімді қыз неге бандитті іздеп жүр екен? Ол бір бәлеге ұшырауы мүмкін. Өзім ақ битін басына қаптайын. Тұсауса да бүгінгі киноны әлі келген жоқ. Сонда ол күні бойы болған жоқ па? Уайымдама. Кар өзін қорғай алады. Оған жұмысты сеніп тапсыруымның бір себебі сол. Ал басқа қандай себеп? Қалай айтсам екен, оның бойында қасиет бар. Иә, қасиет бар. Оған күмәнім жоқ. Карға мынаны бересіз бе? Мен не, хатшы қызбын ба саған? Өтінем сізден. Жарайды, берейін. Бандит қыз ба? Сен қарама-қайшылықтың бірлігін игеруің керек. Тез және тұрақты қимылда. Қорғана отырып шабуыл жаса.
Шабуылдауға қолайсыз тәсілдерді таңдайды екенсің, Кар. Төбелесу үшін ашу емес, тыныштық керек. Қара күш емес, ептілік керек. Қарсыласыңды тануға асықпа. Одан да өзіңді танып біл. Мұны қалай істедің? Ауаның арқасында. Көзіңе көрінбесе де айналамызды қоршап тұр. Ол да қан мен тер, сүйек, жер мен су сияқты материалды. Соны ұғынған кезіңде ғана ауамен мен сияқты ойнайтын боласың. Тастың үстінде жүргендей жүре аласың. Теңізде жүргендей шомыла аласың. Бар болғаны соған сену керек. Неге сенуім керек? Гравитация заңының жоқ екеніне ме? Егер жоқ деп сенетін болсаң, шынымен жоқ болады. Еңкей! Жазуды сақта, жоғалтып алма. Әне, көрдім! Осында бол. Шақырам, сана шатырда.
жолдан шығам. Көмектесіңдер! Тірісің бе? Тыңда, жазудан айырылып қалғаныма ренжіме. Құтқарып қалған үшін рахмет. Өліп кетуге сәл қалдым. Мен жай ғана ұрымын. Батыр емеспін. Мен кеттім. Ей! Кар! Шындықты білгің келмей ме? Иә, жасырмай сөйлесетін уақыт жеткен сияқты. 6-шы патруль тобы келіп жетті. Өз көзіме сене алар емеспін. Алтын ғибадатхана кинотеатры. Жақсы. Жазудың артынан қуып жүрген адамдар кім? Бір ұлтшылдың жендеттері. Өткен даңсаған аш көз біреу. Ешқашан қорықпа, және ешкімді қорқытпа. Құдай ұлы және құдіретті. Пенджабта туып өскен адамға ұқсайсың. Тіпті гуру ілімін ұстанатындай көрінесің. Бірақ сен... Білемін, шашым қалың емес. Сіздерге әнін ұнады ма? Иә. Біздің атақты әншіміз. Мен қоңырау шалайын. Әйелім 6-шы баланы босануға тиіс. Әрине. Кашмирде мен гуру өліміне ден қойған едім. Бірақ Стракер мені ол жерден де тапты. Стракер әлгі ұлтшыл ма? Ол бүкіл әлемді өз қалауынша өзгерткісі келеді. Өз арам нәсіл деп санайтын ұлт. Тайпа халықтар жойылып кетуге тиіс. Қан сасыған геноцид. Егер бұл қауіп сәл де болса шындыққа жанасатын болса, сен мен емес, жазуды құтқаруың керек еді. Сенің өміріңді қатты бағалаймын әрине. Бірақ күл әлемнің тағдырынан артық бағаламаймын. Well... Мынау тауық сорпасының рецебі ғой. Тауық сорпасы деймісің? Сен менің немеремсің. Бірақ тағы бір рет қателессең, өлдім дей бер. Ал жазу қайда? Менің денемде, мына миымда. Олардан талай рет қаштым. Қаншама рет ұстап ала жаздады. Жазуды сенімді жерге жасыру керек болды. Жазуды 60 жыл бойы сақтадым дедің. Қалай мүлдем қартаймағансың ғой? Кімге жазу аманатқа берілсе, уақыт қоса беріледі. Ауырып қалсаң айғасың, жаралансаң жазыласың. Жазуды қорғаған адамды жазуда қорғайды. Сәлеметсіз бе? Кино біраз кешігіп жатыр. Кешіріңіз, қаласаңыз біздің есебімізден попкорн жей тұрыңыз. Жоқ, рахмет. Эпидемия департаменті. Менде бірінші санат, көрдіңіз бе? Сізде жас жігіт жұмыс істейді. Және осында тұрып жатыр. Бұл санитарлық норманы өрескел бұзу болып табылады. Нені меңзеп тұрғаныңызды түсінбедім. Енді есіңізге түсті ме? Қазір полиция шақырамын, есі неме. Менің есім дұрыс, бірақ оңбағанмын. Өзім төлейтінімді білсем, метромен келер едік. Коджима мырза. Бастық жоқ сияқты. Демек, оның маған айқайлайтынын көре алмайтын болдың. Бұзық қыз. Коджима мырза?
Бер кел. Кешір, Кар. Сені бұған араластырмауым керек еді. Бірақ Не бірақ? бір қарияның өлер алдында маған айтып кеткен өсиетін сен орындайды ау деген үміт ойымнан шықпай қойды. Жазуды алмайынша олар мені жайма қалдырмайды. Қауіпсіз жерге жасырынып бәрін ұмыт. Қош бол, Кар. Мен самғаймын. Монах! Монах! Ашыңдар есті. Кім бар? Кешіріңіз. Кетер. Оятып жіберсем кешіріңіз, бірақ мен есіңіздемін бе? Бұрын келген едім ғой. Монахпен бірге. Тыңдаңыз. Мен оны табуым керек. Жоқ, мұнда тұрмайды. Жоқ. Тоқтаңдар. Ол жау емес. Сәлем. Тыңда мені. Жалғыз өзің жеңе алмайсың. Жазу сақтау жауапкершілігі тек менің мойнымда. Тек менің ғана. Егер тағы 60 жыл сақтау керек болса, сақтаймын. Таң атқанша бұл жер қауіпсіз, сосын мен кетем. Ал менші? Кешір, Кар. Екеуміздің амандығымыз үшін осы дұрыс. Жоқ, сен мені бұлай тастай алмайсың. Екеуміздің басымыздан қаншама қиындық өтті. Мен кетпеймін. Олар келді. Менің бауырларым. Қаштық. Қайда қашамыз?
Қайда ол? Астында. Тоқтаңдар, жоқ. Неге айттың? Мен жазуды сақтағым келмейді. Оны оқып, билікке жетіп, керек болса бөлісемін. Менімен әзілдесейін дедің бе? Маған сен қаладан алып шығам. Менің манақ бауырларым, сендердің аты жоқ бауырларыңды тапқан кезде, әлбетте ол жазудың қайда екенін жасыруға тырысады. Бірақ мына машинаның арқасында оның миынан керек мәліметтің бәрін алам. Ал қазір кішігірім тест жүргізейік. Не? Жоқ! Не істеп жатырсыңдар? Жіберіңдер мені! Біз келіскен едік қой! Сонда мен шексіз билікті сенімен бөлсет деп ойладың ба? Гидрожүйені қосыңдар. Гидрожүйе қосылды! Өкінішті ақ, бірақ оның миында керек ақпарат жоқ екен. Маған манақты тауып әкел. Скипер жақсы жігіт. Бізді кез келген жерге апарады. Бәрі дұрыс па? Иә. Өзім өтуім керек сынақтан бірге өттің. Рахмет, Кар. Қыздың үйіне бармас бұрын хабарласқан дұрыс емес пе? Түн ортасы болды. Қазір хабарлассам, кет құры дейтін шығар. Ал егер үйіне барсам, кет деуге дәті бармай кіргізеді. Охо. Білесің бе, қыздар мәселесінде манақтан кеңесші шықпайды. Мен манақ боп туғам жоқ. Олай қателеспе. Бұл жерде жасырыну жақсы идея деп ойламай. Өз түйсігіңе сен. Ең қауіпсіз жер ол айналасы күзетпен қоршалған үй. Ал ішіне қалай кіреміз, данышпаным? Мен қайдан білейін? Сен ғой ұры. Жарайды. Ұрлықтың екі басты қағидасы: алдап соғу және жылдамдық. Алдап соғу. Және жылдамдық. Қауіп жоқ, кеттік. Қане? Демеп жібересің бе? Мен сізде шығаласың. Жақсы. Қалайсың? Қашықтығын өлшегем ғой, бәрі дұрыс. Өзім де солай ойладым. Мені шынымен демемейсің бе? Жоқ, қажет жоқ оның. Жақсы. Сен мықтысың.
Қазір шығам. Ештеңе деуші болма? Басың айналып тұр ма? Жоқ. Жақсы. Күліп тұрсың ба? Аздап. Иә. Алға. Мен білетін табиғат заңдылықтарының бәрін ұмытам. Ауаның үстін тас басқандай басып, теңізде жүзгендей жүзем. Тек қана сену керек. Жаман емес. Қане, мұнда не бар екен? Жабайы жәндіктер мен улы жыландарды жақсы көреді. Эй, бұзық қыз. Ойбай. Кар, сен мұнда не істеп жүрсің? Жоғалттың ба? Мен жоғалтпадым, сен ұрлап алдың. Олай емес. Өтірік айтасың. Сен ұрысың ғой. Саған сенгенімді қалайсың ба? Мен жақсы жігітпін. Сенің затыңды ұрлап не қылам? Өтірік айтасың. Жоқ, одан да жаман. Жақсы, алғаным рас. Бірақ тек уақытша. Кейін қайтарып беру үшін. Ақмақтық екенін білем. Келсем, кейде өзімді тап бір... Ақымақ санайсың ба? Мүмкін саған алқа туралы өтірік айтқан шығармын. Бірақ өзім туралы ешқашан өтірік айтпадым. Сонда мен өтірік айтты демексің бе? Иә, зәулім үйің бар. Мен сен көшенің қыз екен десем. Байлардың ерке тотай қызы болып шықтың. Сен мен туралы ештеңе білмейсің. Білем деп ойлаймын. Ұнақ болды ма? Саған керек осы ма? Шыныңды айт, не үшін келдің? Саған сенуге болатын сияқты көрінді. Әлгі монахтың денесінде сиқырлы жазу бар. Соны екінші дүниежүзілік соғысынан қалған бір әумесер қолға түсірмекші. Сөйтіп әлемді құртпақшы. Ақымақ. Кар? Кар, тірісің бе? Ол тірі. Мұнда не істеп жүрсің? Бұл сұрақты өзіңе қойғаның жөн. Қызық жауап алатыныңа сенімдімін. Неге сен әр түн сайын зәулім сарай тастап шығып, таң ата қайта ораласың? Сізге деген құрметім зор. Бірақ маған қалай өмір сүру керегін үйретпей ақ қойыңыз. Мен үйретіп тұрғаным жоқ. Бірақ менің ойымша, дұрыс өмір сүрсең, бақытты болар едің. Сен екі ұдай күй кешіп жүрсің. Кар. Дұрыс айтыпсың, хабарласуым керек еді. Кешір. Менің өмірімде бұралаң көп. Әкемнің есімі Иван Грозный. Не? Иван Грозный? Сонда орыс мафиясының қызысың ба? Не қызық. Лақап атым Мыстан. Және менің әкем түрмеде 20 жылдық жазасын өтеп жатыр. Өмірімді неге құпия ұстайтынымды енді түсінген боларсыңдар. Өйткені тек көшеде ғана мен өзімді дұрыс адамдай сезіне алам. Ол Мыстанның сарайында махаббат үшін шайқасты.
Үшеудің екеуі. Үшеудің екеуі деген не? Сәуегейлік. Абайлаңдар! Бәрекелді. Денесіне зақым келмесін. Ол өте құнды. Коджиман өлтірген кезде сенің мекен жайыңды біліп алған. Оларды табуымыз керек. Сонда қайдан іздейміз? Адам құқықтарын қорғайтын ұйымнан. Одан ештеңе шықпайды. Жаңа ғана. Өзің көрген әйел. Сол ұйымның төрайымы. Таңертең сол жерде көрменің ашылуына қатыстым. Әкем айтушы еді. Жасырынған келсе сені ешкім іздемейтін жерге жасырын деп. Адам құқықтарын қорғайтын ұйымда тарихтағы ең қаншер құқық бұзушыларды іздеу ешкімнің ойына келе қоймас. Рахмет. Бұл істі өзім бітірем. Монах менің досым. Мен көмектесем. Сауытпен қапталған джипім қалай екен? Сонымен метроның жер асты жолдар арқылы кәріз жүйесіне жетеміз. Сол арқылы адам құқықтарын қорғайтын ұйымға шығамыз. Мәссаған, әкең ойыншықтың саналуан түрін жинапты ғой. Әкемдікі деп кім айтты? Бала кезімде атам сен туралы талай айтып берген. Маған түнде айтып беру үшін ойдан шығарып алған ертегісі деп ойлаушы едім, бірақ бір күні маған мынаны көрсетті. Таңғажайып монах кішкене қызды құтқарды. Соншама жыл бойы сенің ізіңе қалай түсіп жүргенім туралы ойланып көрдің бе? Айта кетейін, есімім Нина. Ал сенің есімің жоқ. Мен еліктіріп тұрсың. Мына жазуларың қай жерге дейін жазылған екен, қане? Осақ па? Онда бәрін сканерден өткізуге тура келеді, әр бөлігін. Оңай шаруа емес, бірақ істеу керек. Білесің бе? Тірі шықпауымыз да мүмкін. Машинадан ба? Менімен бірге шығып, өзіңнің көзсіз батыр екеніңді көрсеттің. Батылдық пен есерліктің тоғысқаны қызық екен. Тірі шықпауымыз да мүмкін дегенің маған ұнап тұрған жоқ. Жағдай ондай емес сияқты. Иә. Солай. Түріме қара, монах. Сен үшін уақыт деген түк емес, ал мен қартайып болдырдым. Бірақ мұны дұрыстауға болады, Нина. Не боп жатқанын біліп кел, Нина. Тездетінді.
casser son sale! Жаман емес. Сен екеуің оң жаққа. Қозғалмаңдар. Жігіттер, сендерге ашу емес, сабыр керек. Шынымен де қабілетің бар екен. Манақ жердің астында, сезіп тұрмын. Ал енді соңғы шумағын оқиым. Қайда? Қалғаны қайда? Жазудың соңғы шумағы қайда? Қалғаны қайда? Мен оны жаттап алдым. Сен сияқты оңбағандар соңына дейін оқып қоймасын дедім. Бәрекелді. Асығуымыз керек. Тездет! Қане! Кар! Сәлем, жаным. Сені көргеніме қуаныштымын. Ал енді сен, мен білгім келетін шумақты айтып бересің.
Сен бар ғой, менің жыныма тие бастадың. Амансың ба? Солай сияқты. Ананың көзін құртайық ендеше. Оның мен өзім төбелесуім керек. Сен әлі дайын емессің. Солай ма? Сені кім құтқарды өзі? Кар, бұлай тұр! Тұрмаймын. О, тоба. Соңғы шумағын айт, әйтпесе өлтірем. Егер мені өлтірсең, жазудан мәңгілікке айырыласың. Мүмкін өз өміріңмен қош айтысуға дайын шығарсың. Бірақ әуелі мынаның өлгенін көруге дәтің шыдай ма? Соңғы шумағын айт. Әйтпесе мынаны жібере салам. Кар, өзіңе сен. Оны жеңе аласың.
жазуды сенімен қоса о дүниеге алып кетем. 60 жыл бойы мен саған өзгеруге мүмкіндік бердім. Мен ешқашан өзгермеймін. Адамгершілік. Адам құқықтары жөніндегі ұйым. Сәлем. Сәлем. Бәрі бітті ме? Әлі біткен жоқ. Сен келесі сақтаушысың. Бізді құтқарған кезде сен 3-ші болжамыңды орындадың. Менің уақытым бітті. Ендігі кезек сенікі. Міне болды. Байқаңдар. Нысаным менің. Ол тырналар тізбегі қайта айналып келгенше, жау әскерін талқандап үлгерді. Жетер енді. Мұна боқпырыммен әуре болғым келмейді. Ол Мыстанның сарайында махаббат үшін шайқасады. Ешқашан көріспеген бауырларын құтқару үшін өзінде ешқашан болмаған отбасын құрбандыққа шалады. Екеуің де сәуегейлікті орындадыңдар. Екі шарты бір бүтін болды деген осы. Гар, оқ дармайтын жалғыз сен емессің. Гар. Сенің дайындығың аяқталды. Тек соңғы жазу қалды. Жазудың соңғы шумағы.
Сосын екінші бөлігі. Енді сендер бір бүтінсіңдер. Қарама қайшылықтың бірлігі. Енді дем алыңыз. Не болып қалды? Қалталарымды тексеріп жатырмын. Алғаш рет қалай құшақтағаның әлі есімде. Эй! Мен хот-догтардың неге 10 данадан, ал тоқаштардың пакетте 8 данадан сатылатынын түсіндім. Өйткені өмір әрқашан біздің ойлағандай бола бермейді. Сондықтан барға қанағат ет. Өйткені сенде үнемі хот-дог бар. Өте дұрыс.